Ассалаумағалейкум. Алдарыңызда кезекті қорап ашу. Бүгін арнайы тапсырыс балдардың бөлмесіне түнгі шамшырақ. Бұл айтқанда, орыс тілімен айтқанда ночник. Салмақтары кәдімгідей ауыр. Одан кейін мынандай астында донышкасы, яғни астыңғы бір бөлігі бар. Светодиодный лампалар тұратын. Төрт данасын бердім. Одан кейін өзімен бірге осындай сыйлық сөмкесін салып жібереді екен. Бұл арнайы бір сыйлық ретінде қытайлардың салғаны. Мына наклейкалары бар, жабыстырғыш. Бұдан да 4 дана. Мына астыңғы бөлігінде жаңағы USB шнурымен жалғанады. Одан кейін қаптамасында жақсылап ораған екен. Арнайы ауа толтырылған пакетпен ораған. Қазір әрқайсысы әртүрлі немен келген, жаңа суретпен келген, ішінде пішіні бірдей, бірақ квадрат, яғни 4 бұрышты зат, жарықты өткізгіш қасиеті бар. Жалпы сәуле түссе, мынау жылтырайды. Бұл жерде жаңа галактиканың несі сурет салынған. Галактиканың ғарыштың қазір ненің жаңағы сотканың несіне зарядчигіне тығамыз. Соң мына светодиодный астындағы шамшырақта жанады. Мінекей көріңіз қандай әдемі болып шығып отыр. Жалпы бөлмеге қойсаңыз, кішкентайлардың бөлмесіне қойсаңыз, арнайы әдемі бір жаңағы не береді, жаңағы үйлесімді, ұйқасымды жаңағы болып тұрады да бөлмемен. Әрі жарығы да қатты бір лампочка сияқты емес, жай ғана әлсін жарық беріп тұрады. Жалпы айтқанда ночниктің қызметін атқарады ғой. Түнгі шамшырақтың мынау енді ерекше екен. Былай мұқият қарап шықтым. Жер ме әлде ай ма деп түсіне алмадым өзім, бірақ жалпы көрініс жаман емес екен. Бұны да сол күйінше жаңағы USB-дің басына тықтым. Мінекей көріңіз. Бұл мүлдем әдемі көрінеді екен. Жалпы маған осы түрі ұнады. Мұқият қарасаңыз бір әдемі көрінеді екен. Зор көрініс. Мына жерде әлде де адамның көзі басқаша көреді ғой. Телефон толықтай мына нені аламайды екен. Сол үшін сонда енді мына үшіншісі тура сондай жаңағыдай квадраттың 4 пішіндес не дүние. Бірақ бұл жерде галактика, тоже галактика. Алайда ананың жерде жаңағыдай ешқандай не болмаса, бұл жерде жаңа полоскамен істетілген, цифровой дей ма, қалай цифрленген. Әрі жаңағы галактикаларда әртүрлі жердің несінің әрқайсысы орналасқан жер көрсетілген де, әрі атауымен көрсетілген. Яғни жерді Эрс деп, болмаса жаңағы лунаны жаңағы бәрін ағылшынша жазылған. Мінекей көрініс әдемі бұнда. Жалпы осындай сыйлыққа беретін бір дүние, әрі болмаса кішкентай балаларыңыздың бөлмесіне қоятын дүние. Қандай бір шкаф болсын, стеллаждың ішіне қойсаңыз да жалпы ашатын дүние ғой. Ұйқасатын қандай да бір орнаментпен. Жалпы осындай. Егер мына бейне шолу ұнаса, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырып, біздің арнаға жазылып, лайктарыңызды басып кетіңіздер.